Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашарға осындай үлпілдек, жұмсақ және де өте дәмді болып шығатын булочкилердің рецептін ұсынбақпын. Алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып алып, ашытқы, тұз, қант және сары майды бөлме температурасындағы және жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін ұнды қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Достар, менің арнамда өзге де түрлі рецепттер бар. Соларға өтіп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап араластырып, илеп шығамыз. Толықтай елеп аламыз. Ешқандай арасында іртік қалмауы керек. Осындай жұмсақ қамырымызды елеп алдық. Енді көтерілуге 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан соң қамырымыз жақсы көтерілді. Енді бірнеше бөліктерге бөліп, қамырмен жұмыс істеу оңай болу үшін осылай май жағып алсаңыздар болады. Бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығы бірдей болу үшін мен арнайы таразының көмегімен 90-95 грамм шамасында 12 бөлікке бөліп алдым. Сіздер көз мөлшермен бөле берсеңіздер де болады. Өлшеп алған ұнымызды дөңгелек формаға келтіре отырып, илеп орналастырамыз. Дөңгелектеп алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз көтерілу үшін. Менде 12 дөңгелек шықты. Енді бетін пищевой пленкамен жабамын және жарты сағатқа тындырып қоямын. Жарты сағат өткеннен кейін осылай булочкаларымды алып формаға келтіремін. Ол үшін маған баклажканың қақпағы керек болады. Осылай ортасына дөңгелек қылып баклажканың қақпағымен басып, жан жағынан бірнеше бөліктерге бөліп, алдымен 2 бөлікке, одан кейін 4 бөлікке, одан кейін 8 бөлікке бөліп алып, осындай гүл тәрізді булочканың формасын жасап шығамын. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетемін. Осылай дөңгелекті қойып алдым. Енді бірнеше бөлікке бөлемін. Бөлген кезде қатты соңына дейін кесіп жібермеңіздер. Ол кезде толығымен бөлініп кетеді. Булочкаларымыз дұрыс шықпай қалады. Осылай бөліп алғаннан кейін вареньені құйып шықтым. Тағы да 15 минутқа қалдырып, бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 15 минут тындырамыз. Сол кезде біздің ұнымыз өте жақсы көтеріледі. Енді духовкаға жібере берсек болады. Ол үшін алдымен осылай жұмыртқа жағып алдым. Жылтырлық береді жұмыртқаның сарысы. Одан кейін үстіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Егер жоқ болып жатса, ол міндетті емес. Мен мак септім. Мен жартысын бетіне жұмыртқада жақпай макта сеппей осылай пісіріп алдым. Және де жартысын бетіне мак сеуіп пісірдім. Өте дәмді және жұмсақ үлпілдек болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеле кетіңіздер.
сіздермен болған Эльмира.